Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына, алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкелердің арқасында. Өмірден абзал азамат өтті. Қадірлі ағайын туыстар, жиылған жамағат. Өлір аз болмай тірі баймайды деген қазақтың аталы сөзі бар. Өз ғұмырын ел жұртына арнаған ата-бабамыздың зиялы да бейнелі өмірін біз кейінгі ұрпақтары әрдайым еске алып, Құран бағыштау ең қасиетті парыздарымыздың бірі. Раимов Бектай Ақтайұлы 8 ақпан 1941 жылы Ақсу ауданы Қызылқайын колхозында дүниеге келді. 1968 жылы Қазақ мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетін бітірді. 1968-1970 жылдары Қапал аудандық орталық ауруханасында бас дәрігерінің орынбасарының лауазымын атқарды. 1970 жылдан бастап осы күнге дейін Қызылту селосының дәрігерлік амбулаториясының меңгерушісі болып келді. Денсаулық сақтау саласына сіңірген еңбегі үшін 1974-1986 жылдары Қазақ СССР-ның денсаулық сақтау министрінің құрмет грамотасымен облыстық, аудандық денсаулық сақтау басқармаларының ауданның құрметті азаматы аталған. Бүгінгі күнде ұрпақ өсіріп, тәлім-тәрбие беріп, артынан 4 қыз, 3 ұл, 9 немере, 7 шөбере қалды. Әрқашанда ойымдасың, жан әкем. Әкелерін сағынбайтын жан бар мекен. Әкешім, оңашамен қалғанда, сен аңсап, сағынамын жалғанда. Арамызды Құран ғана жалғаған, пендеміз ғой, дұғамыз бар арнаған. Жәннат үйің жаныңды аралатсын, жаратушым жанына паналатсын. Әкешім, отың бар сөнбейтұғын, ол мәңгілік жанады, көрмейтінім. Ұрпағың бар, ел менен ер намысың, тірі тұрса қолынан бермейтұғын. Жатқан жерің жәннаттың төрі болсын, иманыңыз мәңгілікке жолдас болып, әруағың ұрпағыңды қолдап жүрсін. Амал қанша айтып келмейтін ажал ауданымыздың абзал азаматын ортамыздан алып кетті. Жарқын бейнесі әр жүректе мәңгі сақталады. Топырағы торқа, жана жәннатта болсын.